Дархан, менде сондай бір жаман зоб деген ауру болды. Неге жаман екен өйткені зоб сондай. Жүректі әлсіретіп жібереді, басым сосын күнде алады. Күнде басым ауырады. Үйге келген кезде мен ініммен қарындасыма массаж жасатамын. Аптасына білмеймін қанша рет жасаймын. Кейбір кезде басым қатты ауырған кезде мен шыдай алмаймын, ремейімді шешіп беремін де басты қыстатып қойып сілкітедім, как наркоман сияқты ұрады. Шыны керек, мен бір кезде айтатынмын, бас ауырмайтын күн бола ма екен деп. Күнде келемін, шай ішемін, или кофе ішемін, или 15 минут ұйықтағанша, ұйықтап алмайынша мен басым ауыра беремін. И мен эндокринологым айтатын, Дархан, зоб сондай жаман ауру, басың сен ауыра береді, егер сен дұрыстап қолданбасаң. То есть уақытымен дәрі ішу керек, уақытымен өз-өзін күтіну керек. Білесіздер, мен 3 мезгіл саумал ішетінмін. Жылылай кәдімгі микрорайон Ақбұлақта отырамын, Алғабасқа 3 мезгіл мен кәдімгі уақытымен барып, кешікпей алдын ала барып мен саумал ішетінмін. Даже көптеген компаниялардың мен даже продуктысын қолданғанмын. И мен өз-өзімді күтініп жүрген кезде, осы 58 продукты кездескен кезде мен күмәнмен іштім. 3 мезгіл саумал ішіп жүрген кезде басқа продуктыны қолдап жүрген көмектеспеген. Күніне бір капсула ішкен кезде көмектеседі деген мен сенген жоқ. Бірақ 20 күннен кейін, шыны керек, мен басым ауырған жоқ. Өзім 53 килограммнан 58 килограмм болдым, өз-өзімді красавчик санаймын. Сондықтан, шыны керек, мен эндокринологым айтқан, даже Өзбекстанға ядерный яд ішуге направление берген маған. Егер бұл зоб 5 ай бойы қайталанатын болса, сен миыңда ісік пайда болады. Мен сол кезде жаман қорықтым, білесіздер, мен даже емделу үшін мен барлығын істеуге дайынмын. Қанша продукты, қанша болсын соны ішуге. Сол себептен де қазір білемін, мен 58 әр үйде тұру керектігін білемін. Сол себептен де әр кездескен адамға айтамын, 58 өзіңе керек болмаса ата-анаңа керек, міндетті түрде ішіңіздер. Сондықтан тездетіп шешім қабылдаңыздар, тездетіп ішіңіздер.